Сәлем достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын әрі тез дайындалатын чесночный хлеб дайындайтын боламыз. Бізге керекті заттар батон наны, немесе үйде қандай нан бар, соны қолдансаңыздар да болады. Одан кейін сары май, ірімшік, сарымсақ және укроп. Сары май бөлме температурасында тұрса, жақсы араласатын болады. Одан кейін сарымсақ пен ірімшікті теркадан өткізіп аламыз. Укропты жіңішкелеп турайтын боламыз. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз септім. Өте оңай жасалады. Енді батонды жіңішкелеп мен қиғаштап турайтын болам. Сонда нанымыз ұзыннан әдемі көрінеді. Мінеке нанымызды турап алдық. Арнайы духовкаға пісіретін ыдысыңызға пергамент қағазын төсеп, жаңағы салмамызды нанымызға әдемілеп тегістеп жағатын боламыз. Қызып тұрған 180 градустағы пеште 15-20 минуттар ұстаймыз. Мінекей достар, нанымыз дайын, өте әдемі, иісі де керемет, әрі қытырлақ, дәмі деген керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Каналыма тіркеліп кетіңіз. Сау болыңыздар.